Кеш жарық көрермен, қошемет соғылған сот үкімі. Сот залындағы эмоцияларды сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Марқұм Алина Серікованың ісі бойынша басты айыпталушы өмір бойы тарғапаста отырады. Балаңыз әскерде ме? Жақсы хабар. Сарбаздар енді күн сайын наурыз көше ішіп, ет сірне нарын кеспе бауырсақ жейді. Ас болсын дейміз. Бұл 7-ші арна жаңалықтары, алдымен аңдатпа. Бұл сот шешіміне разы болған халықтың қуанышы. Бүгін ақтаулық марқұм Алина Серікованың әруағы бір аунап түсті. Спортшы қызды ұрлап әкетіп, зорлап, есірткі беріп, несие алдыртқан 5 жігітке жаңа жаза кесілді. Қазақстаннан тасымалданатын тауық етінен бактерия табылды. Ресей тарабы осындай ақпарат таратты. Бұл шын ба, әлде бәзбіреу жапқан жалама? Еліміздің ауыл шаруашылығы министрлігі ресми мәлімдеме жасады. Ел бойынша 1000-нан астам елді мекенді су шайып кету қаупі бар. Алайда төтенше жағдайлар министрлігі тасқынға тас түйін дайынбыз деп отыр. Қауіптің алдын алу үшін қап-қап құм төсеп, қалың бөгетті мызғымаста етіп бекіткен. Алматыға әлемнің әр түкпірінен ақыл иелері жиналды. Олар халықаралық цифрлық форумда жасанды интеллекттің кереметін күнделікті өмірде қалай қолдану керектігін паш етпек. Қазақ әскері ет жеп, сорпа ішет, әс мәзіріне жауынгердің күш қуатын арттыратын ұлттық тағам енгізілді. Енді сарбаздар күн сайын наурыз көже ішіп, сірне нарын кеспе бауырсақ жейді. 7-ші арнада кешкі жаңалықтар. Оксана Петерспен. Ақтауда фитнес жаттықтырушы Алина Серікованы көшеде кетіп бара жатқан жерінен ұрлап, зорлап, ақша бопсалаған 5 жігітке апелляциялық сот үкім шығарды. Қылмысқа қатысы бар негізгі айыпты өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Тілшіміз тарқатады. Облыстық сот ғимаратына жиналған жұрттың қарасы қалың. Олар былтыр мамыр айында Алина Серікованы ұрлап әкетіп, зорлап, есірткі қолдануға мәжбүрлеген 5 жігітке берілетін жазаның әділ болуын тілеп келді. Апелляциялық сот бірінші сатыдағы үкімнің күшін жойып, жаңа жаза кесті. Маңғыстау облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының 2024 жылы 19 желтоқсандағы Сейітқали Нұргелді Мұратұлына, Аманқос Еркебұлан Талғатұлына, Аралбай Мерей Асанұлына, Үсенғалиев Жалғас Қонышұлына, Құлбас Дархан Төлегенұлына қатысты үкімнің күші жойылсын. Іс бойынша жаңа айыптау үкімі шығарылсын. Жазаларды толық қосу жолымен Сейітқалиевтің түпкілікті өтеуіне өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Қалған 4 күдіктіге 13-тен 16 жыл аралығында үкім кесілді. Жалпы оларға зорлау, қорқыту, өзін-өзі өлтіруге дейін жеткізу және адам ұрлау, бас бостандығынан заңсыз айыру баптары бойынша айып тағылды. Сондай-ақ 19 миллион 600 мың теңге материалдық шығын және 30 миллион теңге моральдық шығын өндіру міндеттелді. Марқұм Алина Серікованың туыстары әділ жаза тағайындалғанына разы болып, көздеріне жас алды. Осы жүрген жүрісіміз, жасаған істеріміздің барлығы ақталды деп ойлаймын. Бұның барлығымен мен апамызды алып келе алмаймыз. Бірақ сонда да апамның тірі кезінде барлығында соттаймыз, барлығында түбіне жетеміз деген сөзімде тұрдым деп ойлаймын. Бүгін сотта енді өзім ішіне кірдім, сот барлығының оқыған кезде кәдімгі ең бір жүрегіміз тынышталып қалды. Біздің Қазақстанымызда заң бар екен, біздің құқықтарымыз қорғалады екен деген сияқты бір үлкен кәдімгі жеңілдік сезімі пайда болып тұр дәл қазір. Былтыр 14 мамырда жұмыстан шығып үйіне бара жатқан Алина Серікованы бір топ жігіт ұрлап, көлікте зорлап, есірткі берген, кейін мәжбүрлеп несие рәсімдеткен. Осы оқиғадан 4 күн өткен соң жәбір көрген қыз 9-шы қабаттан секіріп кеткен еді. Махаббат Нұржанқызы, 7-ші арна, Ақтау. Талдықорған соты жасөспірім қызын өлтірді деп айыпталған өгей әкені өмір бойына бас бостандығынан айырды. Бұл іс бойынша қыздың анасы да күдікке ілінген, сот үкімімен ол 19 жылға сотталды. Еске салайын, 2023 жылдың желтоқсанында полицияға жергілікті мектептердің бірінің басшысы жүгініп, 14 жастағы оқушының бірнеше ай бойы сабаққа қатыспай жүргенін айтқан. Жасөспірімнің мәйіті өткен жылдың қаңтарында Текелі маңындағы таудан табылды. Аса ауыр қылмыс жасады деген күдікпен полицейлер қыздың өгей әкесі мен анасын ұстады. Олар өз баласын өлтіргенін мойындаған.
Суд признал. Сот Айсабакиев Мелсейітті Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 3 бабы бойынша кінәлі деп танып, өгей қызын өлтіргені үшін өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын кесті. Оның әйелі, яғни кәмелетке толмаған қыздың анасы Айсабакиева қылмыстық кодекстің адам өлтіру және азаптау баптары бойынша кінәлі деп танылып, оған 19 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. 11 миллион теңге және жол талғамайтын көлік тәртіп сақшылары Астана тұрғындарын қорқытып, ақша, дүние мүлкін тартып алумен айналысқан қылмыстық топ мүшелерін ұстады. Олардың арасында бұрын істі болғандар да бар. Ұйымдасқан қылмыстық топ жақында банктердің бірінің жанында 6 миллион теңгені ашық түрде тонап кеткен. Қылмыстық топтың барлық қатысушылары қамауға алынды. Олардың басқа да осыған ұқсас қылмыстық құқық бұзушылықтарға қатыстылығын тексеру жүзеге асырылуда. Сотқа дейінгі тергеп тексеру, алдын ала сөз байласу бойынша адамдар тобы жасаған бопсалау және тонау фактілерімен жүргізілді. Астана мәдениет басқармасының бұрынғы басшысы Болат Мажағұлов 8 жыл 6 айға сотталды. Оған сеніп тапсырылған аса ірі көлемдегі мүлікті талан-таражға салт деген айып тағылған. Шенеунік күн субұрқағын салу кезінде миллиардтан астам теңгені жымқырған. Ал субұрқақ жобасының инженері Мәди Қанапин 3,5 жылға сотталды. Одан бөлек екеуі 1 миллиард 86 миллион теңге материалдық шығынды бірлесіп төлеуге міндеттелді. Бензин 5 теңгеге қымбаттайды. Үкімет жанар-жағармай бағасын еркіне жіберді. Бұдан былай бензин мен дизель отыны құнын мемлекет реттемейді. Ендеше бензин нарығындағы жағдай қалай болмақ? Гүлвира Сейтенова айтып берсін. Бензин бағасын енді ұстамаймыз деген министрдің бұйрығы шыққалы. Бір күн өтті, жанар-жағармай құю бекеттерінде ештеңе өзгерген жоқ. Бензин бұрынғысынша 205 теңгеден сатылып жатыр. Бекет иелері әліптің артын бағып отырған сыңайлы. Аймақтарда да жанар-жағармай бағасы әлі өзгере қойған жоқ. Мысалы, Шымкентте АИ 92 бензин 195 теңгеден сатылып жатыр. Ақтөбеде баға 189 бен 201 теңгенің арасында құбылып тұр. Астанада 205 теңге. Бірақ бұрынғы баға тұрған пайдаланып, көлік жүргізушілері бензинді сыйғанша құйып алып кетіп жатыр. 205-тің өзі үйреніп қалды ғой, 1 жыл болды ма, 2 жыл болып қалды ғой. Енді қымбаттаса, барлығы қымбаттайды ғой заттардың. Таксилердің бағасы болсын барлығы. Жаяу жүруші келсе, машинаны қойып. Қымбат деп айта алмаймын, негізі қол жетімді. Ол негізі адамның айлығына байланысты. Айлығынан қанша пайызын бензинге құрталады деген. Біз жейді енді бензинді. Естейміз. Қазіргі баға нормальный негізі. А оны ары қарай жіберсе, енді халыққа қиын болады. Мен басқа жақта тұрдым, оларда бензин вообще көп қымбат тұрады. И бағалары да өседі. Сондықтан бізде Қазақстанда менің пікірім, что бәрі нормально и даже өседі. Ол нормальный қалай статистика. Энергетика министрлігіндегілер жағдайды енді нарық реттейді дейді. Бірақ өсе берсін деп қол қусырып қарап отырмаймыз, бақылаймыз, шектен шығып кеткендерді тежеп отырамыз дейді салалық министрлік өкілі. Кешеден бастап бұйрық, тиісті бұйрық күшіне енді. Бірақ бұл бірден осы қазір ғана, немесе бүгін, немесе ертең ғана бағалар өседі деп айта алмаймыз да, жол бермейміз де. Келесі айдан бастап біздер алдын ала 5 теңгеден бірінші уақытта бір кезде 5 теңгеден артық болмау керек деп ойлаймыз. Бірақ та әрине біздер оны әлі сарапшылармен ақылдасып жатырмыз. Жанар-жағармай бекеттері бағаны бірден өсірмесін деп министрлік бекет иелерін жинап алып ескертіп те жатыр. Сарапшы Ерлан Жаукин бензин бағасын еркіне жібергеннен нарықта, бизнесте ештеңе ұтпайды дейді. Повышение стоимости ГСМ. Бензин бағасының өскені халық тұтынатын тауар бағасына соншалықты әсер етпейді. Өсім 4 теңге деп алсақ, 60 литр бакты толтыру үшін үстіне 200-250 теңгедей қосылады. Баға шамамен 9%-ға өседі. Ертеңнен бастап 5 теңгеге қымбаттайды деп күтіліп отырған бензин бағасы бұдан кейін қанша уақыт тұрақтайтыны белгісіз. Өйткені энергетика министрі бұл бірінші кезеңдік өсім деген еді. Қордағы бензин таусылғанша жанармай бекеттері ескі бағаны ұстап отыруы мүмкін. Министрліктің есебінше қорда қазір 650 мың тонна бензин бар. Гүлвира Сейтенова, Нұрлан Әлмұхамбетов, 7-ші арна.
Қазақстан мен Өзбекстан шекарасында 2000 тоннадан астам картоп үсіп кетті. Көкөніске толы 43 вагон Павлодардан Ташкентке жөнелтілген. Сарыағаш шекарасындағы ауыл шаруашылығы бөлімінің өкілдері картопты тексереміз деп тоқтатқан. Тиісті тексеру жұмыстары 10 күнге созылып, көкөніс шіріп кеткен. Кәсіпкерлердің айтуынша, жүктің құжаты 15 қаңтарға дейін рәсімделген, пойыз 19 қаңтарда тоқтатылды. Олар жүктің неге сонша уақыт кідіргенін түсінбейді. Шекарадан өту кезінде экспорттық шарттарда көрсетілген картоптың құны мен нақты нарықтық құнының айтарлықтай төмендеуіне байланысты жүк жөнелтушілерге сұрақтар туындап, яғни құжаттарында экспортқа сатылым картоптың килограммына 40-50 теңгеден белгіленген анықталып, сол себепті вагондар барлық жағдайлар анықталғанға дейін тоқтатылған болатын. Қазақстаннан тасымалданатын тауық етінен адам өміріне қауіпті бактерия табылды. Ресей тарабы осындай ақпараттар атты, бірақ көп ұзамай бұл мәлімдеме ресейлік сайттардан өшірілді. Біз еліміздің ауыл шаруашылығы министрлігінен бұл ақпаратқа қатысты ресми мәлімдеме сұрадық. Біз енді өзіміз білмейміз, не себептен алып тастаған. Өйткені мүмкін бұл ақпарат мұқият тағы да зерттелу керек шығар. Оны егжей-тегжей нақтылап, тағы да біз олар да бізде қарастыруымыз керек. Сол себептен бұл ақпаратты Россия Федерация, Россия тарапынан жеткілікті салған деп өзіміз ойлаймыз. Біздің комитет бақылау және қадағалау комитетінің аумақтық инспекциясы тиісті дегенмен біз оған қарамастан Ақмола облысы аумақтық инспекциясы ветеринарлық бақылау және қадағалау комитетінің осы кәсіпорындағы мән-жайды толығымен анықтау үшін тексеру ұйымдастырылып жатыр. Сол тексеру аясында тағы да біз зертханалық зерттеулер жүргізу үшін сынама алынатын болады. Ел бойынша 1000-нан астам елді мекенді су шайып кету қаупі бар. Алайда төтенше жағдайлар министрлігі тасқынға тас түйін дайынбыз деп отыр. Қауіптің алдын алу үшін қап-қап құм төсеп, қалың бөгетті мызғымастай етіп бекітіп жатыр. Бүгін Сенатта өткен үкімет сағатында көктемгі су тасқынына дайындық мәселесі пысықталды. Мағжан Үйсінбай тарқатады. Төтенше жағдайлар министрінің айтуынша қазір 1223 елді мекен су басу қаупі жоғары аймақта тұр. Осыған байланысты қауіптің алдын алу шаралары қолға алынып жатыр. Айталық, ел бойынша 576 шақырым бөгет нығайтылды. 164 километр дренаж жүйесі жөнделді және салынды. 960 автомобиль және темір жолдарының астына су өткізу құрылыстары орнатылып ауыстырылды. 658 километр каналдар мен арықтар құрылды. 74 өзеннің қауіпті учаскесінде 300-ден астам километр тереңдету мен жағалауды нығайту жұмыстары өткізілді. Ал былтырғы су тасқынынан қандай сабақ алдық? Қалың үйді су шайып кеткенде оның дені сақтандырылмағаны айтылып, дау туғаны есімізде. Енді осы мүлікті сақтандыру механизмі әзірленді ме деген сауалға министр былай жауап берді. Идет работа. Әзірге сақтандыру үлгісін таңдау бойынша жұмыс жүріп жатыр. Мәселе әлемдік тәжірибеге сүйене отырып зерттеледі. Былтыр табиғи апаттан ең көп зардап шеккен Атырау облысы. Бұл өңірде билік қол қусырып отырған жоқ. Дайындық тамыз айында басталып кетті. 2025 жылға төтенше жағдайлар жоюға жергілікті бюджеттен 2,7 миллиард теңге қаржы қарастырылып отыр. Оның ішінде 2,2 миллиарды бұл резервтен, қалғандары 500 миллион теңге шұғыл шығындардан. Қош, Сенатта өткен үкімет сағатында құзырлы орган өкілдері тағы да көктемгі тасқынға тас түйін дайынбыз деп есеп берді. Өзен көл жағаларына қап-қап құм төселіп, ауыл аймақ іргесіндегі бөгеттер бекітілді. Гидронысандар мамандардың жіті бақылауында. Ендеше биыл көктемде қалың жұрт қарғын судан қашып, жан сауғаламайды деп сенейік. Мағжан Үйсінбай, Сәбит Наурызбаев, 7-ші арна. Ақтөбе облысында да су тасқынына дайындық басталды. Алдымен өңірдегі ірі су торабына қайта жөндеу жұмысы жүргізілді. Оған қазынадан 540 миллиондай теңге бөлінген. Қазір аймақтағы су қоймасы 60 миллион текше метрге толды, тағы 180 миллион текше метр қабылдауға қауқарлы. Дегенмен мамандар ақпан-наурыз айларындағы жауын шашынның көлемін болжай алмаймыз деп отыр. Сондықтан сақтық шараларын күшейтпек. Айта кетейік, былтыр
аймақта жойқын су тасқыны болып 4000-нан астам үй су астында қалған еді. 1000-нан астамы тұруға жарамсыз болып, тұрғындарға жаңасы салынды. Облыс бойынша су тасқына қауіпті учаскелер тізбесіне 58 елді мекен кіреді. Бірақ барлық елді мекендері бойынша толықтай іс-шаралардың бәрі жүргізіліп аяқталды. Қазір бұл елді мекендерде қауіп барынша азайтылды. Қорғаныс бөгеттерін салу, жағалауды нығайту жұмыстары, сонымен қатар мына облыс жергілікті атқарушы органдар су тасқыны қаупі бар учаскелерден адамдарды қауіпсіз жерге көшіру бойынша, мысалы Ырғыз ауданы, Ойыл ауданында 2 су тасқын қаупі бар елді мекендер толықтай көшірілді. Көктемгі тасқын Солтүстік Қазақстан облысының тұрғындарын биыл тағы әбігерге салуы мүмкін. Синоптиктердің мәліметінше өңірде жер асты суы көтеріліп, кей аудандарда қар жылдағы нормадан көп түскен. Осыған байланысты өңірде 116 елді мекен бақылауға алынды. Төтенше жағдайлар қызметкерлерінің айтуынша 200-ден астам эвакуациялық бекет дайындалды. Аймақтағы жағдайды меншікті тілшіміз Самат Қайырденұлы баяндасын. В данном месте масса составляет 51 при высоте 38 сантиметров. Солтүстік Қазақстан облысында Қазгидромет мекемесі мамандарының жұмысы қыза түсті. Олар ауыл аймақтарды аралап, алқаптар мен ойпаң жерлердегі қардың тығыздығы мен қалыңдығын өлшеуде. Артынша тасқынға байланысты болжам жасайды. На 30 января 30 қаңтарға дейінгі жүргізілген болжам бойынша айтатын болса, қардың құрамындағы ылғал қоры 27 мен 96 мм. Облыстың басым бөлігінде көрсеткіш бір қалыпты, алайда оңтүстік батыс және оңтүстік шығыс бөлігінде 30-60%-ке көп. Қазір Ғабит Мүсірепов, Шалақын, Есіл және Қызылжар аудандарында қауіп жоғары. Синоптиктердің айтуынша ақпан мен наурыз айы жауын шашынды болады. Бұл құтқарушыларды алаңдатып отыр. Себебі тасқын тағы қайталануы мүмкін. Төтенше жағдайлар департаментінің мамандары қазірдің өзінде 116 елді мекенді бақылауға алып, дайындықты бастады. Разработан и на данный момент реализуется. Аймақта инженерлік жұмыстардың жоспары бекітілді. Осының аясында 73 шақырым болатын топырақ үйіндісі нығайтылып, автожолдарда 100-ден аса су өткізгіш құбыры салынды. Каналдарда тереңдетіліп жатыр. Қазір 1900-ден астам адамнан тұратын арнайы құрам жасақталды. 1300 техника дайын тұр. Былтырғы тасқыннан кейін жер асты суының көтерілуі байқалады. Сергеев және Петропавл қоймалары да лық толып тұр. Ал кей жерлерде жер тоңы 80 сантиметрге дейін жетеді. Яғни күн күрт жылынса еріген қар суы сіңбей жан-жаққа жайылуы мүмкін. Қазір өңірде 19 гидрологиялық бекет бар. Тағы 3-еуі жақында іске қосылады. Тасқынға байланысты нақты әрі соңғы болжам наурыз айында жасалады. Солтүстік Қазақстан облысынан Самат Қайырденұлы, 7-ші арна. Отандық ғалымдар қар көшкіні болуы мүмкін аймақты айнытпай анықтаудың амалын тапты. Ол үшін шығыстағы тау мен жоталарға дабыл жүйелері орнатылды. Жасанды интеллекттің көмегімен жұмыс істейтін бұл қондырғылар қар көшкінін 90% дәлдікпен болжай алады. Енді қардың қалыңдығын өлшеу үшін мамандар тауға шығып әуре болмайды. Жаңа жүйе қашықтықтан басқарылады. Шығыс тауларында шатқал үстінде көшкін қаупін анықтайтын дыбыстық құрылғылар орнатылды. Ол қардың көлемін, ылғалдылығын өлшейді. Дербес қондырғы деректерді жинап, бағдарлама операторына жөнелтіп отырады. Енді бұл істе жасанды интеллекттің игілігін көреміз. Өйткені қар көшкіні жүруі мүмкін аймақтарды анықтауға озық технология қолданылады. Предупреждение людей о том, что сойдет. Адамдарға қар көшкіні туралы ескерту менің ойымша өте маңызды. Қазір бүкіл әлемде осындай технологиялар қолданылады. Математикалық модельдерсіз видеоны өңдеу дұрыс емес деп ойлаймын. Біз деректерді жіберуге мүмкіндік беретін аппараттық құралдарды қолданамыз. Температуралық рейкадан деректер қабатпен беріледі. Ғалымдардың есебі бойынша құрылғы 90% дәл болжам жасайды. Жүйе дербес GPS құралдары мен күн батареяларының аккумуляторы арқылы жұмыс істейді. Енді мамандар қар қалыңдығын өлшеу үшін тауға шығып әуре болмайды. Көшкін қаупі туралы мәлімет әр 15 минут сайын жаңарып отырады. Әрі ол демалыс күндері 10 мыңнан астам көлік өтетін Өскемен Таулы Үлбі тасжолына орнатылып отыр. На данный момент такие датчики. Қазір мұндай құрылғылар біздің көрші елдерде жұмыс істейді. Менің ойымша бұл бізге онлайн режимде қар деңгейін жылдам қарауға мүмкіндік беретіндіктен тиімді болады.
Жобаны жүзеге асыру үшін алдымен көшкін қаупін ескерту құрылғысы облыстың 3 таулы аймағына орнатылады. Зерттеушілер алдағы уақытта қондырғыларды басқа да қажетті аймақтарға қоюда жоспарлап отыр. Гүлдана Сидрасул, Ғани Абуов, 7 арна. Ұлттық қордан балалардың шотына $129 аударылады. Кешелі бері осы ақпарат тарап жатыр, яғни биыл 7 миллионға жуық балаға ақша түседі. Бұл 2007 мен 24 жылдар аралығында туған балаларға қатысты. Олардың 300 мыңы қаражаты игілігіне қазірден жараталады. Өткен олар биыл 18-ге толады. Жалпы қазақстандық балаларға $888 миллион аударылды. Енді көп ата-ананы баланың шотына ақшаның түспегенін қайдан және қалай білуге болатыны қызықтырып отыр. Түсіндіріп өтейік, осы жылғы ақшаның аударылғаны туралы ақпарат ертең жарияланады, ал жалпы ұлттық қордан түсетін қаражат туралы ақпаратты Kids ENPF KZ арнайы сайтынан білуге болады. Ол үшін баланың жеке сәйкестендіру нөмірін теру керек. Сонымен қатар бұл мәлімет егов KZ порталындағы жеке кабинетте және халық Каспий KZ қосымшаларында бар. Алматыға әлемнің әр түкпірінен ақыл иелері жиналды. Олар халықаралық цифрлық форумда жасанды интеллекттің кереметін күнделікті өмірде қалай қолдану керектігін паш етпек. Digital Алматы 2025 форумы бүгін басталды. Шара өнеркәсіптегі түбегейлі өзгерістермен жасанды интеллектінің жаһандық индустрия келешегіне арналады. Оған 40 мыңнан аса адам қатысу керек. Дәстүрлі стартап аллеясында 80 халықаралық инновациялық жоба ұсынылмақ. Бұл мыңдаған қатысушыға, соның ішінде инвесторларға жаңа идеялармен танысуға мүмкіндік береді. Қатысушылар $60 мың жүлде қорымен форум серіктестерінің гранттары үшін жарысады. Айта кетейік, жиынға Қазақстан, Ресей, Беларусь, Армения, Қырғызстанның үкімет басшылары да қатысып жатыр. Биыл халықаралық жасанды интеллект орталығы Астанадағы экспо базасында ашылды. Біз Астана Хабтың сәтті тәжірибесін қайталап, адамдардың барлық санаты үшін оқытудың мүмкіндігін жасаймыз. Алдағы 5 жылда біз 1 миллионға жуық адамды оқытуды жоспарлап отырмыз. Одан бөлек жасанды интеллект стартаптарына арналған кампус, сондай-ақ ірі халықаралық компаниялар орналасатын орталық болады. Аталған форумға қатысып жатқан Freedom Bank бас атқарушы директоры жасанды интеллекттің инвесторларға тиімді тұстарын жеткізді. Сондай-ақ осы технология арқылы әрбір адам инвестор атануы болатынын алға тартты. Негізінде біз бірнеше жыл қатарынан жасанды интеллектіні қолданып жүрміз. Ол несиелендіру және кәсіпкерлерге несие беруде қолданылады. Деректерді талдауда мықты көмекші. Сондай-ақ жасанды интеллект қор нарығында тенденцияларды анықтау үшін қаржылық деректер қорын талдауға пайдалануға болады. Бұл акциялардың болашақ бағасын болжауға мүмкіндік береді. Қазақ әскери ет жеп, сорпа ішет. Жауынгерлердің айыбын асырып, жігерін жану үшін ас мәзіріне ұлттық тағам енгізілді. Атап айтар болсақ, енді сарбаздар мен әскери қызметшілер күн сайын наурыз көже ішіп, сірне, нарын, кеспе, бауырсақ жейді. Әскерилердің күш қуатын арттыратын ас мәзірін әзірлеуге Қазақ тағамтану академиясының ғалымдары атсалысқан. Сегодня управлением тыла главного командования Ұлттық ұланның бастамасы қолдау тапты. Дәстүрлі тағамдар денсаулыққа пайдасынан бөлек, әскери қызметшілерді патриоттық рухта тәрбиелеуде маңызды рөл атқарады. Сондай-ақ, мемлекет басшысының тапсырмасына сай, ұлттық ұлан қоймаларындағы азық-түлік қорларының жарамдылық мерзімдеріне цифрлық бақылау енгізілді. Әрине жақсы бастама. Денсаулыққа пайдалы ас мәзірмен қоса сарбаздардың қауіпсіздік мәселесі де басты назарда болуы керек. Бүгінге жаңалықтар легі тәмам. 19:30-да әріптесім Мадина Алмолдина орыс тіліндегі ақпараттармен таныстырады. Жүздескенше.